кеше айтқан болатынмын, что кешке қарай сіздерге бір техникамен бөлісемін деп. Бірақ кеше ол не получилось. Балам жоқ кезде вот спокойно лучше өйстіп айтқан дұрыс. Негізі ондай техникаларға мен сенемін. Себебі мен өзімнің қолданатын техникам бар. Іштегі ренішті шығару. То есть ешкімге ренішті іште сақтамау. Ол техника маған өте қатты көмектеседі. Ренжімеуге, қатты қабылдамауға, біреудің айтқан сөзін, әсіресе біз көбінесе жақын адамдарға көп ренжіп жатамыз. Егер қызық болатын болса, бұл техникамен тоже бөлісіп кететін боламын. Өте күшті көмектеседі. Вот. Ал бізде қазір басқа техника. Бұл техниканы әлі қолданған жоқпын, енді қолданайын деп жатырмын. Өзіме қызық болып тұр, мне кажется, вообще күшті. Бұл техниканың атауы «Я победитель». Мен победа жеңіс, мен, в общем, сондай. Негізі техниканы жазған кезде, бұны жазу керек. Сразу айта кетейін, қазір есімде тұрған кезде, қай тілде болсын, аралас болсын. Главный ол сөз сізге өту керек. Правила жоқ та бұл жерде. То есть сіз экзамен тапсырып жатқан жоқсыз, ешкім сізді тексермейді. Бұл жерде просто өз-өзіңізбен жұмыс істеу болғандықтан сізге қай тіл жақын, сонымен жазасыз. Боқтап жазыңыз келсе, боқтап жазыңыз деген. Сондықтан бұл жерде ешқандай правила жоқ. Көбінесе ренішті жазған кезде ондай болады, жаңағы боқтап жазу деген сияқты. Мен бұл техниканы Айнұр деген блогерден көрдім, естідім. Ол блогерге Жанар Айжанованың қызы, қызы аты кім еді? Сол, в общем, білесіздер ғой, соның қызы андай қияли такой сол қолданады екен. Сол қыз айтқан екен, осы Айнұр деген блогерге айтқан екен, что осы техника маған депрессиядан шығуға көп көмектеседі деп. То есть сіз бұны бір рет жазып қойсаңыз болады, еске түсіріп прям, немесе есіңізге түскен кезде сразу барып толтырып, толықтырып жазып отырсаңыз да болады. Сөйтіп, когда сізде бір апатия болған кезде, немесе бір жұмысқа деген құлшынысыңыз түскен кезде, в общем, соны оқисыз. Бұл неге көмектеседі деп мен сенем, өйткені менде андай болды да, мен инстаграмда сурет іздеймін, в общем, маған керек, ескі қандай посттарым бар, қайтадан соны шығарайын деп қарап отырсам, я помню, что мен когда-то курс өткіздім. Помню, что мен көп менің клиенттерім жақсы көретін. Мен олардың бәрін помню, мен олардың бәрін жақсы білем, что мен өзімнің постоянный клиенттерім болды, мені жақсы көретін, андай-мындай деген сияқты, я, окей. Бірақ анау бұрынғы нелерімді, посттарымды қараған кезде мен просто есімнен шығып кеткен моменттер болды да, отзывтар, рахметтер айтқан. Жаңағы курс өткізген кезде сіз күшті түсіндіресіз, вот, маған ұнайды, мен осындай көп нәрсе жасадым, өмірімде тік көрмеген сізге қарап тіктім, мен өзіме уверенность алдым деген сияқты нәрсені көрген кезде, да ну, мен сондай нәрсе жасадым ба, ема, потом барып біраз нәрселерді көріп, ема, мен осы жерге бардым ба, осы нәрселерді жасадым ба деген деп есіңе түсірген кезде өзіңнің жай жүрмегеніңді, өйткені қазір мысалы өзім ойлағандай жетістікке жеткен жоқпын ғой, бірақ сол үшін кейде өзімді кінәлаймын да, не істедім мен осы уақытқа дейін, не істеп жүрдім, не тындырдым, не бітірдім, қанша шаршадым, қанша депрессия болды, қаншама шаршау болды, қаншама стресс болды, сонда мен не істедім деп өзімді кінәлау болады мысалы да. Бірақ оказывается, мен жасаған екенмін да, мен өзімді бағаламағам. Когда сіз қазір істеп жатқан кезде, сіз оны байқамайсыз. Когда сіз сол нәрсені көрген кезде, вау, мен осы нәрсені жасаппын, мен осындай нәрсеге хотя бы жетіппін ғой, осындай нәрсені істеппін ғой деген кезде, сіз өз-өзіңізге таң қалатын боласыз да.
и ол сізге кәдімгідей күш береді да деген сияқты. Вот сол үшін бұл техника, мне кажется, көп көмектеседі. Біздің өзіміздің есіктен шығып кеткен біздің нәрселеріміз бар. Мысалы, біз даже өзіміздегі бағаламайтын қасиеттеріміз бар. Мысалы, солардың барлығын жазасыз, еске түсіресіз. Алла тағала мені жақсы көреді. Алла тағала мені махаббатпен жаратты дейміз да, бірақ Алла тағала бәрін махаббатпен жаратты. Барлық адамды, барлық жәндікті, барлық жануарды, табиғатты барлығын махаббатпен жаратқан. Басқа біреуде бар талант, басқа біреуде бар нәрсе менде жоқ қой. Неге кінәлаймыз да, ойлаймыз мысалы да, бірақ бүйтіп қарап тұрсаңыз, барлығымызды Алла тағала махаббатпен жаратқан. Мен бірақ соны ұзақ уақыт бойы өзіме қабылдай алмадым. Кірмеді да, жүрегіме кірмеді да, прям Алла тағала что мені махаббатпен жаратты. Когда адам өзі білет, что сезеді оны, сіз өзіңізді ешкіммен салыстырмайсыз. Әр адамның сондай бір қиыншылығымен қатар өзінің бір лидерствосы да болады. Өмірде ойлайтын шығарсыз, менде ешқандай не жоқ деп, жаңағы жетістік жоқ. Мысалы, біреу сіздің еңбегіңізді, біреу сіздің жасағаныңызды, өмір сүргеніңізді бағасын түсіріп тастаған болатын болса, олай болуы мүмкін. Сізге жақын біреу айту мүмкін, не істеп жатсың сен? Немесе әке-шешеңізді, қарапайым әке-шешеңіз мысалы ұрысқан кезде, адам ұрысқан кезде не айтып не қойғанды білмей қалады. Сіздің әке-шешеңіз қарапайым сізге айту мүмкін да, не істеп жүрсің, не тындырып жүрсің, осы саған не жетпейді, бәрін беріп жатырмыз, не жетпейді саған, бүйтпейсің ба, жұрттың баласы, анау жұрттың баласы, мынау, сен үшін бәрін жасап жатырмыз, сендер үшін бүйтіп жатырмыз деген кезде, шынымен сіз өзіңіздің жаңағы жасап жатқаныңызды немесе ойыңызды, сезіміңізді тоже бағасы түсу мүмкін. Сіздің өзіңіздің ойыңызда, сіздің өзіңіздің өміріңіздің бағасы түсу мүмкін да. Самооценка түседі да осы кезде. Үстесті сіз ешқандай өзіңіздің сезіміңізді де, еңбегіңізді де, сіз өзіңіздің сізге Алла берген талантыңызды да бағаламайды боласыз. Вот. Сол үшін біз өзіміздің жеткен жетістігімізді бағалауымыз керек. Осы техника, мне кажется, прям күшті. Негізі бұрын депрессия деген болмаған дейді, ол қазір кейін шыққан нәрсе дейді. Енді ғалымдардың айтуы бойынша, енді әр заманның өзінің бір несі бар ғой, ауруы бар ғой. Сол қазіргі заманның ауруы депрессия шығар енді. Сол кейде біз бәрінен қол үзіп қаламыз. Өйткені инстаграмнан неше түрлі әдемі өмір көреміз. Әдемі болып жүрген адамдарды көреміз. Неге мен деген сияқты, мен емес деген сияқты нәрселер болып қалады да. Сондай состояниеға түсіп кетеміз. Сондай болмас үшін өздеріңіздің бүкіл жетістіктеріңізді осы парақ, мен қазір негізі дәптерім бар. Осы дәптерге мен армандарымды жазып бастаған болатынмын. Енді бұның ішіне мен жаңағы өзім жеткен жетістіктерімді, өзімнің победитель екен болғанымды жазғым келеді соған. И соған, в общем, сіздерге тоже советую. Қазір біреуге тиіп кетпесін, біреуді жапырақты аланың қалауынсыз түспейді деп айтады ғой. Ұлыма аяғым ауыр кезде басында андай сәл бір деме болып қалса, енді бала көтерген әрбір әйел түсінеді. Қазір нелер көп қой, угроза дейді, басқа дейді, сондай жағдайлар болып қалған кезде, мысалы, андай мен бірдемен дұрыс жасамадым, мен үйтпедім, өзіңді кінәлау, ертең бірдеме болып қалатын болса, қалай болады, мен сондай нәрселерде чувство и қорқыныш такой болады ғой. Сөйтіп жүресің да өзіңнен де бүйтіп ұстап, жарықты көру керек бала, ол көреді. Жарықты көру керек бала, ол көреді. Егер оны Алла қалап тұратын болса, ол көреді. И мені сол кәдімгідей нормальный состояниеға түсірді. Кейін уже қорқпайтын болдым. Мен кішкентай срогында андай бір жолдармен жүрдік. Болды қорқыныш, ойбай деген сияқты бүйтіп жаңағы нелер. Бірақ сонда да
аллаға тапсырдым деп солай не істедім. Аллаға шүкір, қазір қасымда ойнап күліп мені шаршатып жүр. Бізде сол аман есен анамыздың құрсағында дамып өсіп түсіп қалмай, жаңағы замерші болып қалмай өмірге келдік. Осылай қалай бармыз, солай өмірге келдік. Соның өзі это победа. Өмірге мен келдім, аман есен келдім, сап-сау болып келдім. Мен осындай нәрсе жасадым. Білмеймін, какой-то бір осындай жасымда какой-то, мысалы 18 жаста, 16 жаста ақша жинап, может мамаңызға или әкеңізге или бауырыңызға біреуге подарка жасаған шығарсыз, иә. Ой, мен не істедім деп өздеріңіздің бағаларыңызды түсірмей, еңбектеріңіздің бағасын түсірмей, ниеттеріңіздің бағасын түсірмей, білмеймін, галерея ақтарасыз ба, инстаграмның может астын жағында бір нелер посттарыңызды көріп қаласыз ба, или сториздың архивін қарайсыз ба. В общем, бәрін қарайсыз. Не істедім, не қойдым, қайда бардым, кімге не бердім, не істедім, кімді қуанттым, соның барлығын аласта параққа жазасыз. Қиын болған кезде, бір апатия болған кезде соны оқисыз. Сөйтіп өзіңізге энергия аласыз. Қиналып жатқан кезде бір нәрсе жасаған шығарсыз. Когда сіз ауырып жатқан кезде, может, біреу көмектескен шығарсыз. Ауырып жатқан кезде, білмеймін, бірдеме жасаған шығарсыз. Ауырғаныңызға қарамастан жұмысқа барып, немесе бір нәрсе, бір өзіңізге цель қойып соған жеткен шығарсыз. Или там, білмеймін, или настроениең жоқ кезде бірдемен сонда да соны добивать етіп жасаған шығарсыз, иә. Енді мысалға айтып жатырмын да, вдруг сондай нәрселер болды, и ол сіздің есіңізден шығып кетті. Ал қазір сіз да деп есіңізге түсіріп отыратын шығарсыз. Вот сондай нәрселерді барлығын вот я победитель или я чемпион ба. В общем, аты примерно сондай, но техника точно осындай. Солардың бәрін жазасыз, өзіңізге кәдімгідей күш аласыз.